Жақсы. Таң намаздың уақыты кірді. Астана қаласы бойынша құрметті ағайындар, осыменен ауыз бекітілді. Дұғаларыңызды жасап қойыңыздар. Ниет еттім, ораза ұстауға деп айтсаңыз да бола береді. Тұрып алып бүйтіп айтудың қажеті жоқ. Яғни ниет еттім десеңіз жеткілікті. Осы. Енді бүгінгі айтайын деген негізгі тақырып балаларыңызды ең биікке көтеретін нәрсе. Біз бала туралы айтып жатырмыз. Адамды да, баланы да биікке шығаратын нәрсе қалай ойлайсыздар? Не нәрсе? Сіздерге тағы бір сауал берейінші. Адамды ең биік шыңына, Құдайдың алдында да, адамның алдында да ең жоғары көтеретін нәрсе не ол? Құдай жақсы көрген, пайғамбар саллаллаху алейхи жақсы көрген, мұсылмандар жақсы көрген, адамдарға жағымды болған, періштелерге жағымды болған, шайтанға ашуын келтірген нәрсе не ол? Таразыда ауыр болған, өзі жұмсақ, өзі өте нәзік, өзі қуатты, биік, бірақ өте өзі нәзік, дұға дейді жоқ, адалдық жоқ, көріпкелдік мінез жоқ, сабыр жоқ. Жаным салым, бәсе міне. Кешірімділік, рахымдылық, мейірімділік ең жоғарғы нәрсе. Адамды көтеретін нәрсе. Балаларыңызға бала тәрбиесінде кешірімділіктің орнын үйретіңіздер. Балаңызда биік көтерілсін десеңіз, биік шыңға шықсын десеңіз, балада кешірімдік қасиет болу керек. Қасақана бағана айтты оны, байым үйімде жатып тамақ ішпей жатыр деп. Тура сол кешірімдікті кішкентай кезінен кіргізбегеннен. Тілден емес, тілдің оның орны бар, кейін айтам. Ең негізгісі кешірімділік, мына жүректе мейірімділік. Балаларыңызға мейірімділік салып беріңіздер. Құдайдан сұраңыздар, осы балама мейірімділікті, рахымдықты сал. Құдайым осыған таразыға ең ауыр болып қойылатын нәрсенің біреуі Алланың алдында кешірімділік болады, рахымдылық болады. Болған көп нәрсе байланады. Алла тағала өзі кешірімді, Алланың ең ұлы, бізге ұялмай-ақ қолымыз жайып, Рахманур Рахим, сен кешірімдісің, мейірімдісің дейміз ғой. Сол Алла тағаланың кешірімді, мейірімді болуы сізге жаға ма? Жоқ, қатыгез болғаны жаға ма? Қай жер жағады? Әлбетте кешірімдісің, я Алла. Иннака афун каримун. Сен өте кешірімдісің, жомартсың. Ва юхиббул афуа, кешіргенді жақсы көресің, мені кешірші деген қандай ұлы дұға. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйеліне үйретті. Құдайдың кешірімдігі шексіз. Тура осы кешірімдікті балаларыңызға, ұрпақтарыңызға қасақана болмай, бауырлармен санаспай, маған бүйткенсің, сен бүйткенсің десе, ұрпақ семья ыдырайды. Біздің семьяларымыздың ыдырауына себеп осы нәрсе. Мұхаммад алейхиссаламды ұрып, тісін сындырып, тепкілеп, әбден көрсетпеген қорлықты көрсеткен кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кіріп келген кезде, сахабалар тұрып, Саад ибн Убада деген сахаба туды көтеріп келеді. Әл-яума яумул малхама, бүгін өшімізді аламыз, бүгін қан төгеміз, бүгін көрсетеміз бұларға дегенде, пайғамбарымыз қолынан туды жұлып алып тұрып, басқа сахабаға беріп, әл-яума яумул мархама, бүгін қан төгетін емес, бүгін кешіретін күн, бір-бірімізді кешіреміз бүгін. Кәпірлер алдында тұр бүйтіп, Хамзаны өлтірген адам тұр, Хамзаны өлтіріп сойып, ішін бүйтіп бауырын жеген Хинт деген әйел тұр. Соны бәрі бүйтіп тұрған кезде пайғамбарымыз тұр, көрсетемін сендерге деген жоқ, кешірімдікпен сал. Сонда пайғамбар бүкіл елдің бәрі кешірімдік күні деген кезде бәрі сен өте кешірімдісің, сен өте жомартсың деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға өмір бойы жау болған Абу Суфиян келді алдына. Келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не айтты? Осындай нәрсе болу керек пе еді? Не күтіп жүрдің деді. Не күтіп жүрсің? Құдайдың кешірімінен ешқашан үміт үзбеңіздер. Алланың рахымдығы шексіз дейміз ба? Балаларыңызға да кешірімді үйретіңіздер. Қасақана тұрып ал, жығылма ешкімге деген бұл өте жексұрындық нәрсе. Балаларыңыз бүгін жығылмаса, ертең жығылады. Ертең жығылмаса, плотно аяғы сынады. Сондықтан да соған жеткізбей, балам кешірімді бол деп бір-бірлерін, әсіресе бауырлардың ортасында, ертең мен ақша таптым ба, менікі дұрыс. Кейбір бір семьяның үлкендері бар, өзінше білгіштімақ, қолынан боқ келмейді, тілі 2 метр, бірақ ана кішіні менсінбей, кішіні басады. Сонда Алла тағала әулеттен әдейілеп кішіге дәулет беріп, кішіге сұлулық беріп, кішіге алға бастырған кезде орталары бұзылады. Юсуф алейхиссаламның 11 ағасына сенді. 11 ағасы әрқайсысы 2 тиынға сатып жіберетіндей халге істеді, опасыздық қылды. Алла тағала алдына келген кезде Мысыр патшасы болды жаңа Юсуф. Сол кезде алдына ағалары келген кезде Алла тағала
кешірімдікті осы жерде көрсетті. Алла тағаланың кешірімдігін көрсетті. Сондықтан балаларыңыздың ортасына кешірімдікті сіңдіріңіздер. Балаңыздың келешегі жақсы болып, биік шыңдарды, биік адамдарға жетіп, биік дәрежелерге көтерілсін десеңіздер, онда балаларыңызға кешірімдікті үйретіңіздер. Кешір, сен бірінші кешір, кінәлі болмасаң да кешірім сұра, кешір деп айтсын да жақсы болады. Кешіре алмай сен жүрсің, кеш деп айта алмай мен жүрмін. Тәкаппарлықты көтеретін нәрсе осы кешірім болмау. Сондықтан бауырлар бір-біріне кешірімді. Алла тағала уафина анин нас, бір-бірлеріне кешірімді болғандарды Алла көтерем дейді. Қараңыз, Құранда аятта тұр, Алла көтереді, Алла биікке көтереді, Алла ең биіктің биігіне көтереді. Таразда қияметтің күні ең ауыр түсетін нәрсенің біреуі осы кешірім. Сондықтан Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында да кешірімді болған адамның бүкіл кешірімділік, біліңіздер, мына көп адам айтады ғой, алдыма келгенде бір түрлі болам, біреуді бүйтіп баг басу, осының барлығы жүректе кешірімнің жоқтығы. Кешірім сіздің жүрегіңізде болса, қалған жүректер бас иеді. Неге біз бас имей жатырмыз? Өйткені бізде кешірімдік болмай жатыр. Басшылардың алдында кешірімдік, басшылар өзінен кейінгілердің қателігін кешіре білу керек. Егер сіз кез келген басшыға айтып отырмын, егер сіз өзіңізге тәуелді болған адамда қателік үшін, оның істегені үшін кешірмейтін болсаңыз, онда сіздің халқыңыз, сізге бағынышты болған адамдар ертеңгі күні сізді тақтан кетіреді. Біліңіз, кешірімді болған адамның Құдай дәрежесін көтереді. Өйткені ол Алла үшін кешірген. Патшалардың тақтан кетуі ақындардың ризығы тілі менен жағында болады. Патшалардың ризығы тағында болады. Сол тақтан ұшыратын нәрсе, тақтан кетіретін нәрсе қатыгездік. Біреумен ерегісіп, ол қателік жасады, дұрыс емес сөз айтсын, сонымен қасарысып тұрып алып, сол тақтан кетуіне себеп болады, абыройыңның кетуіне себеп болады. Сондықтан кешірімді болған адамды Құдай алға жұмысын бастырады. Сондықтан кешірімдік жәннеттің жолы болады. Кешірімділік Алла масқара етпеудің бір бағыты болады. Абир бұл сіз болып қалу, ұятты желі ашылып қалуы, бір жаман қасиеті ашылуы осы қатыгездіктен болады. Адам кешірімді болса, қандай жамандығың болса да Құдай жабады, біліп алыңыз. Қандай жамандық иттігің болса да, кешірімді болсаң, Құдай тағала сол кешірімдігімен бүкіл жаманшылығың бетін жауып отырады. Қасақана ерегіскен сайын Алла сенің абыройыңды аша береді. Осы қасиетті ұмытпаңыздар. Биік адамдар ғана кешіре алады. Биікке самғайтындар ғана кешіре алады. Биікке көтерілетіндер ғана кешіре алады. Сондықтан қаншалық кешірімді болсаңыз, Алла сізді соншалық көтереді, соншалық өседі. Мұса пайғамбар Алла тағаладан сұраған екен: шайтанды жек көресің ба депті Құдайдан. Шайтан менің дұшпаным деді. Шайтаннан да жек көретін адамың бар ма деді. Шайтаннан да жек көретін адамың бар ма дегенде, бар деді. Алдына келіп кешір деген кезде, кешірмеген адам мен шайтаннан да жек көремін деді. Осы Алла тағала. Сондықтан қазақ өзі осы сөзден кейін шығар, алдыңа келсе әкеңнің оның кеш деген ақылға сыймайтын сөз айтқан. Алдыңа келіп папаңды өлтірдім, мені кешір деп айтса, соны кешір деп айтқан сенің атаң қазағың болады. Сондықтан айналып кетейін, кешірімділік бұл Аллаға жаққан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көтерген ұлы амалдардың біреуі. Сондықтан Алла субхана ва тағала кешірімді болсаңыз сізді көтереді. Биікке балаңыз самғасын десеңіз, кешірімдікті сіңіріңіздер. Мен өткенде айтқам, бір әйелдің 3 баласы ұрысып қалған кезде, мына кіші балаға мына екеуін жарастыр деп бұйырған екен. Мамасы өзі жарастырмапты. Сөйтсен жаңағы қасында подружкалар тұрып, неге мынаны жұмсайсың? Сен барып жарастырмайсың ба деген кезде, бір күн келеді, мен бұл өмірде болмаймын. Сонда мына 3 балам тағы ұрысады. Ұрысқан кезде мынау екеуі ұрысып жатқанда, мына жағын өтіп, мына жағын өтпей, қайта жарастырсын деген екен. Біреу жарастырушы болу керек. Ешқашан ерегіспе. Жаңа әйелмен ерегіскен, еркектер қатынмен ерегісіп, қатыннан төмен түсіп кетеді. Ақылды адамсың ғой, сен еркек адам. Не болды? Қатынмен әйелмен әйел болып. Сондықтан еркек адам еркек болу керек, әйел адам әйел болу керек. Осы екеуі жиналып, балаларына мейірімділік салыңыздар. Алла баршаларыңызға риза болсын, ел аман болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Күнде 5:30-да тікелей эфирде Жібек жолының арнасын көріңіздер. Қазақ радиосында ертеңгіде 9:20-да, 10-да Жібек жолы радиосында әр күні сіздермен бірге боламын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, ниет қабыл болсын.